Қазақстанда ауыл ел бесігі, қалалардың шет аймақтарын дамыту бағдарламалары жабылуы мүмкін. Бұл қыруар қаржы жұмсалып жатқан моноқалаларға да қатысты. Өңірдің бюджетін реттеу, теңестіру мақсатында осындай қадам жасалмақ. Бұл жайында бүгінгі үкімет сағатында премьер-министрдің орынбасары Серік Жұманғарин айтты. Елімізде 17 өңір субвенциялық, яғни өз шығындарын өтеу үшін олар республикалық бюджеттен қомақты қаражат алып отыр. Мәселен, 2024 жылы аймақтарға бөлінген ақша 5 триллион теңгеден асып кеткен. Бұл соңғы 10 жылда республикалық бюджетке ауыз ашып отырған өңірлерге 5 есе көп қаражат бөлінді деген сөз. Депутаттар бөлінген қыруар қаржының игерілуінде көңілді күптететін тұстар көп. Бұны былтырғы жоғарғы аудиторлық палатаның республикалық бюджеттің атқарылуы туралы есебінен ақ байқауға болады. Онда қаржылық сәйкессіздік 2 есеге өскені көрсетілген деп отыр. Айтуларынша бюджеттен берілген әр тиынға есеп болуға тиіс. Сонымен қатар даму трансферттері бойынша, яғни өңірлерге берілген әлеуметтік нысан салуға, құрылыстар салуға қаражат беріліп жатыр ғой. Осылар бойынша да мәселелер бар. Қаражат жіберіледі, бірақ инфрақұрылым салынбайды, қаражат игеріледі, ал орталықта оны 100% орындалды деп көрсетеді. Дегенмен 2014 жылы қабылданған ауыл ел бесігі қалалардың шет аймақтарын дамытуға арналған мемлекеттік бағдарламалар күшін жоймақ. Енді мұндай жекелеген жобаларды қаржыландырудан бас тартамыз. Республикалық бюджеттен тек ел көлемінде маңызы бар нысандармен аса қажет инфрақұрылым қаржыландырылатын болады, деді вице-премьер. Продолжение работы с 2026 года. 2026 жылдан бастап жаңа бюджет кодексінде жыл сайын 100 миллиард теңгеден астам кірістерді беру көзделген. Сонымен қатар жаңа бюджет кодексіне жаңа кіріс санаты, арнайы түсімдер енгізілді. Бұл санатқа жергілікті бюджетке қазіргі бар кірістермен қатар жаңа түсімдерді есепке алынады. Осылайша 2026 жылдан бастап тұрақты кірістердің шамамен 40% жергілікті бюджеттерде шоғырланады. Вице-премьердің айтуынша бұл қымбат, бірақ елге әлеуметтік экономикалық пайдасы зор жобаларды іске асыруға мүмкіндік бермек. Ал тұрғындардың күнделікті өміріне қажет нысандар жергілікті бюджет есебінен қаржыландырылады. Айзат Тұрғынбекқызы, Арман Букеев, 7 арна.